Бейсенбі күні Үндістанда мыңдаған жасөспірім емтихан сұрақтарының жаппай тарап кетуіне байланысты туындаған даудан кейін тарақан деп аталған наразылық шарасын жалғастырды. Бейсенбі күні көзден жас ағызатын газ, су атқыштар мен сойылдармен қарсылыққа тап болған демонстранттар Үндістанның білім министрі Дхармендра Прадханның отставкаға кетуін, сондай-ақ емтихан жүйесін реформалауды және емтихан сұрақтарының тарап кетуінен кейін өз-өзіне қол жұмсаған студенттердің отбасыларына өтемақы төлеуді талап етуде. There have been resignations taken all the way down when things have not gone done the way they should be. So we deserve the accountability we need, and we want the government to give the compensation to the families who have been, who have lost their sons and children. Бұған жауап ретінде Үндістан премьер-министрі Нарендра Моди бейсенбі күні мәлімдеме жасап, емтихан сұрақтардың тарап кетуіне қатысты істерді жүргізу үшін жеделдетілген соттар құруға шақырды. Бұл қозғалыс үкіметтің есептілігі, жұмыссыздық және экономикалық мүмкіндіктер мәселелері төңірегіндегі үндістандықтар арасында кеңінен қолдау тапты. Бір айдан астам уақытқа созылған бұл наразылық шаралары премьер-министр Нарендра Моди үкіметі үшін қазіргі таңдағы ең үлкен сын-қатерлердің бірі.